Лейф Абылай, Қабдеш Жұмаділовтің «Көкжал» шығармасы. «Көкжал» шығармасы қазақ әдебиетінің көрнекті туындыларының бірі. Бұл шығармада автор қазақ халқының азаттық жолындағы күресін, еркіндікке деген ұмтылысын және ұлттық рухын терең философиялық тұрғыда бейнелейді. Сонымен қатар, туынды табиғат пен адамның өзара байланысын, үйлесімді өмір сүру қажеттілігін көрсететін астарлы мазмұнға толы. Басты кейіпкер көкжал қасқыр ретінде бейнеленген. Көкжал еркіндік пен күштің символы. Қазақ халқы ежелден қасқырды тектіліктің, қайсарлықтың және еркіндіктің нышаны деп санаған. Автор дәл осы қасқырдың өмірі арқылы адам мен табиғаттың байланысын, адамзаттың еркіндікке деген ішкі күресін жеткізеді. Шығармада көкжалдың өмірі табиғаттың қатал заңдарына толы ортада өтеді. Ол қиындықтарға төтеп беріп, өз жолын табуға тырысады. Бұл қазақ халқының да тағдырына ұқсас бейне. Еркіндікке деген күрес, туған жерін қорғау, қайсарлық пен жігерді жоғалтпау. Еркіндік пен күрес, көкжалдың өмірі азаттық үшін үздіксіз күрестің символы. Оның табиғат аясында жалғыздықпен бетпе-бет келуі, қиындықтарды жеңуге тырысуы, еркіндікке жету жолындағы табандылықты көрсетеді. Бұл қазақ халқының да тағдырына ұқсас. Түрлі қиыншылықтарға қарамастан өзінің рухын жоғалтпай, азаттық үшін күресу. Табиғат пен адам арасындағы байланыс. Шығармада автор табиғатты шебер суреттеп, оның әсемдігі мен заңдылықтарын ерекше жеткізеді. Көкжалдың табиғат заңдылықтарына бейімделуі арқылы адамның да табиғаттың үйлесімді өмір сүру қажеттілігі көрінеді. Табиғатты түсінбеу немесе оның заңдылықтарын бұзу адамзаттың өз болашағына зиян тигізетін әрекет екенін автор терең философиялық оймен баяндайды. Ұлттық рух пен салт-дәстүр бұл шығармада да айтылған. Көкжалдың образы қазақ халқының болмысымен тығыз байланысты. Оның қайсарлығы, төзімділігі, намыс пен еркіндікке ұмтылысы қазақ ұлтының рухани ерекшеліктерін бейнелейді. Шығармада ұлттық салт-дәстүрлері, дала заңдары мен халықтық түсініктер астарлы түрде сипатталған. Шығарманың мазмұндық ерекшелігі автор көкжалдың өмірі арқылы табиғат пен адам арасындағы қарым-қатынасты, еркіндік үшін күресті және ұлттық рухты терең әрі шынайы суреттейді. Көкжалдың жалғыздықтағы ерлігі, сыртқы ортадағы сынақтарға төтеп беруі тек жеке жануардың өмірі емес, сонымен қатар қазақ халқының отаршылық пен қысымшылық кезеңіндегі тағдырын көрінісі. Қорытындылай келе, көкжал әңгімесі бұл тек бір қасқырдың өмірін сипаттайтын шығарма емес. Ол адамның табиғатпен, өз болмысымен күресін, еркіндікке деген мәңгілік ұмтылысын көрсететін туынды. Автор оқырманды қайсарлыққа, табандылыққа, туған жерді, ұлттық құндылықтарды құрметтеуге шақырады. Бұл шығарма қазақ әдебиетінің ғана емес, жалпы адамзаттық құндылықтарды насихаттайтын терең философиялық еңбек ретінде оқырманды ерекше ойға әкеледі.